жандар. Ау тіріген ан өліге кебін керек. Кебінді де кім қазір тегін береді. Президенттің жолдауын тыңдап шықтық. Халыққа жасалар деп небір көмек. Тоқайып бұрын соңды айтылмаған тіл жайлы тіркес айтты елін демеп. Қазақ тіл ұлтаралық тіл болады деп жолдауда уәде берді жоғың делеп. Біздің тіл ұлтаралық тіл болуға құр сөз емес құзырет беру керек. Бұрын орысша білмесек аштан өлдік, енді қазақша білмеген өлу керек. Тілімді таптап жүрген шенділерді биліктен ап құйрықтан тебу керек. Олардың орнына ұлтпен бірге уышып жүрген жандар келу керек. Сәкендерге қарасаң ана тілге азаттық жоқ кезде де көңіл бөледі. Қазақтың фольклорын қайта жинап ел үшін еңбек етіп ерінбеп еді. Кеңсестері қазақша жасалсын деп кеңестік империядан шегінбеп еді. Болыс түгіл орысқа ашып айтты қазақтың бай тілінен жерінбе деп. Ал қазір орыс емес өз баламыз жатыр ғой мәңгүрттеніп өмірге кеп. Тілін шайнап сөйлейтін шенділерге бізде ғана биліктің төрін береді. Бар жиналыс қазақша өтсін десек, солар отыр тілімнің жолын бөгеп. Қазақстан көп ұлтқа ортақ қой деп болмайтын сылтауларға орын береді. Менің сол мәңгүрттерге айтатыным, тұрса да 130 ұлт өңірге кеп. Қазақстан көп ұлтқа ортақ болса, қазақ тілде ортақ тіл болу керек.